Бұрын жауап алынған жәбірленуші Нұрымов Қаржаубай Полатович және куә Әбдіқадыр Санат Маратұлы арасында беттестіру жүргізуді бастаймын. Қатысушыларға қылмыстық процесс кодексінің 126 бабына сәйкес тергеу әрекеті барысында Sony маркалы бейнекамераға бейне түсірілім жүргізілгендігі туралы ескертіледі. Жәбірленуші өзіңіз аты жөніңізді айтыңызшы. Нұрымов Қаржаубай Полатович. Жәбірленушінің өкілдері. Шаубай Мұрат, Таукел Расим. Куә аты жөніңізді айтыңызшы. Әбдіқадыр Санат Маратұлы. Куәнің адвокаты. Беттестіру алдында жәбірленуші Нұрымовқа қылмыстық процесс кодексінің 71 бабының талаптарына сәйкес жәбірленушінің құқықтары мен міндеттері түсіндірілді. Сонымен қатар жәбірленуші Нұрымовқа қылмыстық кодексінің 420 бабы бойынша көрінеу жалған айғақтар берген үшін және қылмыстық кодексінің 421 бабы бойынша айғақтар беруден бас тартқан үшін қылмыстық жауаптылық болатындығы ескертіледі. Бұл ретте жәбірленушінің өзінің, жұбайының, жақын туыстарының қылмыстық құқық бұзушылық жасаған әшкерелейтін айғақтар беруден бас тартуға құқылы. Сізге құқықтарыңыз түсінікті ме? Беттестіру алдында куә Әбдіқадырға қылмыстық процесстік кодексінің 78 бабында көзделген куәнің құқықтары мен міндеттері түсіндірілді. Сонымен қатар куә Әбдіқадырға қылмыстық кодексінің 420 бабы бойынша көрінеу жалған айғақтар берген үшін және қылмыстық кодексінің 421 бабы бойынша айғақтар беруден бас тартқан үшін қылмыстық жауаптылық болатындығы ескертіледі. Бұл ретте куәнің өзінің, жұбайының, жақын туыстарының қылмыстық құқық бұзушылық жасаған әшкерелейтін айғақтар беруден бас тартуға құқылы. Түсінікті ме? Түсінікті. Қайталаудың қажеті бар ма? Қажет жоқ. Беттестіру басталмас бұрын қатысушылар өтініш хат, арыз шағымдарыңыз бар ма? Жоқ. Жәбірленуші Нұрымов Қаржаубай, сіз өзіңізге қарама-қарсы отырған куәні танисыз ба, бұрын көрдіңіз бе және бас араластарыңыз болды ма? Бұрын көрмеген, бас араласып болған. Оқиға болған күні көрдіңіз бе? Оқиға болған күні көрдім. Оқиға қай күні болды, қай жерде болды? 3 қазан сағат 11-ден өтеді. 11-ден уақытта болды. 3 жігіті басындақта көрген екен. Куә Әбдіқадыр, сіз қарама-қарсы отырған жәбірленушіні танисыз ба? Бұрын көрдіңіз бе және араларыңызда бас араласып болды ма? Танымаймын, көрмеген. Болған жоқ. Оқиға болған күні көрдіңіз бе? Иә, көрдім оқиға болған. Оқиға қай жерде болды, қай күні болды? Менделеева бойында Қамырай деген дүкенде болды. Қай күні болды? 3-іне 4-іне ауысқан күні сағат 12:35-те. Бұрын араларыңызда бас араласып болды ма? Жоқ, болған жоқ. Жәбірленуші Нұрымов Қаржаубай, сізге сұрақ. Қазан айының 3 күні 11 жағына кеткенде көрдіңіз Әбдіқадырды? 12 жағына. Сол уақытта болған оқиғаны айтып беріңізші, қысқаша нақты осы Әбдіқадырға қатысты. Дүкеннің алдында жаңа төбелес болмастан бұрын Нұрбол, Дархан деген жігіттер осы үшін жігіттерін шақырып бастады. Сол кезде дүкеннің алдына Аксет автокөлігі и Кабан автокөлігі келіп тоқтады. Бұл жігіт түсті. Бұның жанында жаңа бұл аяғында қызыл галош болды. Үстінде басынан киетін капюшоны бар киім, бірақ капюшоны кимеді. Жанында жаңа жас жігіт Аксет рөлде болды. Бір жігіт болды, сақалы бар, капюшонмен жүрді. Оның мына жерінде жазуы болды оның киімі. Бұл үшеуі келіп тоқтағанда Кабандағы жігіттермен бәрімен бұл амандасты. Нұрболмен, Дарханмен жанында тұрған Кабандағы түскен оркестрмен бәрімен амандасты. Оның бұл жердегі іс-әрекеті Нұрғатпен амандасты, екеуі сөзге келді. Сөзге келді, жаман сөз емес, екеуі сөйлесті. Бір жерде көз ұмытып, екеуі бір-біріне қарады. Сіз қай жерде тұрдыңыз ол? Мен магазин алдында тұрдым. Магазин алдында тұрдым да, бір видеозы көрініп тұр, мен тұрған. Сөйтсем, Нұрғат екеуі әңгімеге келіп, қол ұстасып, сөйлескен кезінде, мен төбелеспеймін ғой деген сөз шықты оның аузынан. Мен төбелеспеймін ғой, мен шалмын ғой. Қайрылсын деп, мен шалмын ғой деп өз аузынан шықты мына сөз. Мен төбелеспеймін, мен үшін жастар төбелесіп, жігіттер төбелесіп, мен әңгіме айтты. Лично өзі. Кімге айттың? Нұрғат айтты. Сонымен Нұрғаттан тұрдым да, Нұрғат бәрі дұрыс па деді, танимын, бәрі нормально төменге түсіп бастағанда, мынау делайте деген әңгіме осы алдырған жігіттер. Осы жігіттің осыдан шықты сол сөз. Мен ақыры магазинге кірдім де, телефонды алып, сол жаңа 12:35 деп тұрғын. Мен звондағанмын, 12:40-та сол аралықта 5-3 минуттың арасында мен 0-ға звондаймын, олар келгеннен кейін 2 апта көріп келді. Осы 0-ға звондаймын, 0-3-ге звондаймын, алмайды.
сөйтіп магазин арт жағына өтемін да, кіріп талайын дегенде ол жігіт үшеуі, үш жігіт кірді. Екі қыз бір, бейтаныс бір жігіт бар ғой деймін, оны танымаймын. Сапалға кірді ма, оның басында бір капюшон болды, оны танымаймын. Екі қыз, олар кабанмен келген екі қыз. Үшеуі кірді, бұл пиво алмақшы болып, мен жігіттерге пиво сатып, магазин жауып шығыңдар. Неге десем, ар жағынан айдалып шыққан кезде, артта магазин арт жағынан бір құлады. Төбелес басталғанын көрдім. Осы әрекет. Сіз бағанағы не деп айтты дедіңіз, кіріп баратқанда бүтіндер? Делай деді жігіттер. Сіз сол жерде қай жерде тұрдыңыз? Магазин алдында. Кімге айтты оны? Сол қасында жігіттер. Ол қасындағы жігіттер дегенде оларды танымайтын қайда? Танымаса мен не үшін амандасып, бір-бірімен амандасып, бәрі сөйлесіп тұрдық сол жерде. Қалай танымадым? Нақты қанша жігіттер болды жүрді тұрды дүкеннің алдында? Жалпы айтайын, Кабаннан Нұрқияс, Абзал, Азамат, Равиль, Шыңғыс, екі қыз, олар үшеу, 10, көліктің водителі бар, Дархан бар, Нұрбол бар, 13 адам. Біз жақтан магазин алдында Нұрғанат болды. Онымен амандасып сөйлескен, негізгі осы кеп сөйлесті бірінші балдардың арасынан, шығып осы сөйлесті Нұрғанат. Ана балдар келген жоқ, олар артынан келді. Сол кезде мына бала кеп Нұрғанатпен сөйлесті. Магазин алдынан сол моментте шыққан кезде уже кімнің, мен балам, марқұм баламның 3 досы келді. 3-4 досы. Сонша, 15-17 бала бар. 20-ға жоқ бала бар сол. Басқа қосарыңыз бар ма? Басқа қосарым жоқ. Осының ауыздан шығып Нұрғанатпен, мен шалымын ғой, мен төбелеспеймін, мен үшін жігіттер төбелеседі деген сөз айтты. Мен уже соны сездім де, уже магазинге кіріп телефонда звондадым. Уже мынау кіріп баратын делайте деп. Сол момент уже төбелес бастады. Кірдік, кейін барып уже шыққан кезде аналар уже төбелес бастады жүрдік. Так, куә. Абдықадыр, сіз жәбірленуші Нұрымовтың берген жауаптарын естідіңіз бе? Естідім. Жауаптармен келісесіз бе? Келіспеймін. Айтып беріңізші, не себепті келіспейсіз өз жауабыңыз? Бұл кісіні мен көрген уақытым, жаңа 12:35-те біз магазин алдына тоқтадық. Сол кезде ең бірінші маған амандасқан жоқ, ең бірінші Дидарға амандасты. Содан кейін барып маған амандасты. Мен сол кезде бұл кісіні көрмедім. Байқамадым. То есть жаңа айтып тұрсыз ғой, жаңағы 4 адам тұрмыз дейді, бұл кісіге 8 адамдай тұрдық дейді. Бірақ мен ол кісіні байқамадым сол кезде. Сосын жаңағы Ерғанатпен сол баламен сөйлескеннен кейін біз магазинге кіріп кеттік. Магазинге кіріп кеттік та, жаңа Дидар деген 2 пивоны алып бүйтіп қойып жатқан кезде продавец жоқ екен, Дидар есікті ашты, сол кезде біреу келіп қалды, білмейміз тоже кім екенін. Амандасты. Сонымен сатушы кім деді? Сол кезде осы кісі кірді. Осы кісі кірді, витрина жаққа бүйтіп келді да жүрді. Сосын мен темекі алайын деп қалтамнан наличка ақша шығарайын деп жатамын. Наличка ақша шығарып, қанша болды аға деп төлейін деп жатқан кезде сыртта күрс-күрс ете қалған дауыс естіледі. Сол кезде аға бізді шығыңдар деп қуып шығады. Ол сразу машинаға отырып ары қарай қайтып кетіп жатыр. Так, сіз қазір сізге нақты айтып отыр ғой, сөзіңізге қарамайсыз. Нұрғанатқа мен үлкен шалымы ғой, мен төбелеспеймін, жас бала төбелеседі деп, жігіттер төбелеседі деп айтқан сөзді айттыңыз ба? Жоқ, ондай сөз айтқан жоқпын. Делайте деген сөз айттыңыз? Делайте деген сөз мүлде айтқан жоқпын мен. Потому что ол адамдарды мен мүлде танымаймын. И және де камера сондай болса қарасаңыздар болады. Біз магазин ішінде тұрған кезде Кабан келіп біздің артымыздан қойып кетті. Мен ол моментте жаңағы жетеуін көріп, никак үлгермеймін. Физически болмайды никак. Сіз сол Кабаннан келген жігіттерді көрдіңіз ба, амандастыңыз ба? Жоқ, амандасқан жоқ. Ешқайсысын танымаймын да мен олар. Содан кейін қайда шығып кеттіңіз? Содан кейін шықтық, мен үйіме бардым. Жоқ, дүкеннен шыққан жерде айтпайыншы. Дүкеннен шықтым. Менің артымнан сіз шықтыңыз деп, бізді бүйтіп шығарып жібердіңіз. Сатпайды, жігіттер пиво сатпаймын деп бізді шығарып жібердіңіз. Сіз біздің артымыздан келдіңіз. Сонымен тұрдым да мен сразу машинаға қарай кетіп қалдым. Машинама қарасам, жаңа Кабан жоқ болған, артымыздан келіп Кабан қойып тастаған. Сол моментте Дәулетті мен шақырып алғанда, Дәулет машинаны айда деме жүгіріп кетемін дедім. Машина прям бүйтіп жаман қойып тастаған да біздің машина жоқ. Сол кезде бүйтіп алдыға бүйтіп магазинге бүйтіп шықтық. Ары қарай тоқтадық. Тоқтаған кезде Дидар жоқ екен. Дидар есікті ашты да, Дидар деп шақырып алдым. 2-3 минут арасында Дидар келді, сразу сосын кетіп қалдық біз.
Так, жәбірленуші, сіз куәнің берген жауаптарын естідіңіз бе? Келісесіз бе жауаптармен? Өз жауаптарыңызда қаласыз ба? Өз жауабым. Так, бір-бірлеріңізге қоятын сұрақта бар ма? Жәбірленуші, сіздің куәға сұрағыңыз бар ма? Мен қойсам болады ма? Сұрағыңыз бар ма сіздің? Бар. Қойыңызшы. Төбелес басталды, көрдім, машинаға отырдым. Там 100-200 шақырым, не болмаса араша түспейді. Сондай таза екен. Жауап берсем болады ма? Жауап беріңіз. Аға, сіз өзіңіз қараңызшы. Балаңыз жатқан жер жайын болсын. Шын жүректен айтамын. Бірақ қараңызшы, біз магазинге құры деп зат алуға келген адамбыз да, солардың өзіне өйстіп айып тағылып отқан кезде кім куә ана жерде? Біз шақырсақ, бізді өлтіріп кетпейтіндей кім куә, например? Өзіңіз білесіз ғой аға. Біз деген вообще ол жерде қатыспады аға баламмен Жауап айтшы. мен қайдан білейін ол жерде спокойно тұрды, кім біледі қандай не болып отырған ол жақта. Сіз айтыңыз, төбелес басталып қойдым. Басталған кезде біз кетіп қалдық қой. Ары қарай исход кім біледі, может деген мен ойбай ана жақта бірдеңе болып жатыр десем, сосын маған тұрады заложенное показание, тағы да маған штраф деген. Все, хорошо. Қаладым деген. Басқа сұрағыңыз бар ма? Қарудың дауысын естідіңіз бе? Жоқ, қазір тоқтаңыз. Бір-біріне сұрақтар. Сіздің сұрақ бар ма жәбірленушіге? Бар. Қойыңыз. Аға, біздің ол жерде действительно ондай ештеңеміз жоқ, ана Жоқ, ешкім қараңыз, сұрақ. сұрақ, вопрос. Жаңа сіздің ініңіз айтты да, 4 бала ғана тұрдық депші. Сіздеріңізде 8 бала тұрды дейміз. Бірақ та деген, біз кірдік, содан кейін Мерседес келген, неге оны басқалай айтып жатсыздар? Екеуіңіз екі түрлі айтып жатсыздар ғой. Сіз айттыңыз бірінші. Қазір болды ма сұрағыңыз? Иә, болды. Жәбірленуші жауап бересіз бе? Жәбірленушінің өкілдері сұрақтарыңыз бар ма? Қарудың дауысын естідіңіз бе? Біз кетіп бара жатқан кезде естідік дауысын. Бірақ ол қарудың дауысы ма, ненің дауысы екенін білмейміз, бірақ ұқсайды қарудың дауысы. Бірақ біз уже жүріп бара жатқан кезде естідік. Пақ деген ғана естідік. 102-ге 103-ге қабылмағаныңыз сома бағана айтқан нақты жауабыңыз, қорыққаныңыз. Қорыққанымыз. Кім біледі, может, ол жерде басқа бірдеңе болып жатыр. Сөйлестік қой. Білмедік қой, потому что біз убийство бірдеңе болған көрмедік. Кім біреу қару-жарақтар алып шыққан, онда ештеңе көрмедік. Біз құрып банядан шығып су алуға келген адамбыз. Ойымызда ештеңе жоқ. Кім біледі, мен может, ана жақта деген бірдеңе болып жатыр десе, маған келуі мүмкін ғой. Получается, жауап айтыңыз. Заложено показание. Сол біз бір выстрелді ғана естіңіз ба? Я бір выстрел ғана болды, по-моему, естіген. Потому что біз сол кезде уже кетіп бараттық қой. Болды сұрақ жоқ. Скажите, вы из чего, вот из каких действий вы поняли, ну, по вашему мнению, что они знакомы друг с другом? Они все здоровались вместе, стояли вместе, общались. У Нурика я спросил. Ты всех знаешь? Он сказал, да, спокойно, все, я их всех знаю. В каком моменте они Конечно, здоровались, разговаривали вместе? В магазине, на Перед улице? магазином. Когда вы уже выгнали? Нет, до этого, когда все они приехали. Сказал же. Басқа болды ма сұрақтарыңыз? Нақты сұрақ бар ма? Сұрақтан бұрын қалай екен? Біз деген тек сіздермен ғана амандастық па? Біз аналармен амандасқан жоқпыз вообще. Соған не дейсіз, например? Біз жаңа тұрған жаңа сіздің бауырыңыз болды ма? Өзі айтты, біз күліп амандастық. Жоқ, тоқтаңыз. Біз күліп амандастық, жаңа өзі де. Сіз тоқтаңыз, сұрақ қоясыз ба? Не? Иә, сұрақ қой сол. Әңгіме емес қой, бұл жерде тергеу әрекеті жүріп жатыр. Қандай сұрақсыз? Нақты сұрағыңызды айтсаңызшы. Не болып бізді жаңағы 7 Мерседестен шыққан балалармен амандасты деп айтып тұр деймін да. Біз олармен амандасқан жоқпыз ғой. Кіріп бара жатқанда. Енді өзінің жауабын айтты ол кісі. Амандасты ма, амандаспады ма? Амандасты. Бәрі-бірімен таныс. Жауап. Басқа сұрағыңыз бар ма? Басқа сұрағым жоқ. Онда бір-бірлеріңізде сұрақ жоқ болса, қатысушы болған сұрақтар болмаса, 16 сағат 47-мен осы жерде бекітіліп тергеу әрекетін аяқтаймыз.